Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін, аузыңызда еритін сметанник дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан-ақ шығады. Рецепті өте оңай, жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен 350 грамм ұнымызға 125 грамм тоңазытқышта тұрған сары майымызды саламыз. Қолданатын сары майыңыз міндетті түрде тоңазытқышта тұруы қажет. Песочный тесті шығуы үшін. Және де 140 грамм қантымызды қосып, осындай қолымызбен үгітіп песочка жасаймыз. Осындай песочка шығады. Енді 2 қасық жылы сүт қоясыздар. Бір шай қасық қопсытқыш. Бір араластырып жібереміз және де бір жұмыртқаның көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Бізде осындай қамыр шығуы тез. Осы қамырымызды күлшелеп пакетімізге салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоясыздар. Ортасына салатын салмасын дайындаймыз. 20% қаймақты 400 грамм қосасыздар. Және 2 жұмыртқа S0 категориялы. 120 грамм қантымызды, және де 2 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Жүгері крахмалын қосасыздар. Және де жақсылап араластырамыз. Өте ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Тек осы масса біркелкі бір тегіс болғанша ғана араластырасыздар. Осылай араластырып алып, салмамызды қоя тұрамыз. Бізде осындай бір тегіс болып шығуы тиіс. Енді жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, астына ұн себелеп, жаймендеп осылай жайып шығамыз. Формамызға саламыз. Тоқтай салғаннан кейін вилканың көмегімен жиектерін тегістесеңіздер болады, немесе мен пышақпен кесіп, осы төменгі жетпеген жерлеріне салдым, осылай түзеледім. Салмасын құясыздар. Және де ең бастысы жеміс жидектер. Сізге осы құлпынай қоссаңыз, құлпынай қосылған йогурттың дәмі сияқты болып тұрады. Кәдімгі сметанниктен кішкене өзгешелеу дәмі. Кез келген жеміс жидекті қоссаңыз болады. Барлығын осылай салып алғаннан кейін 180 градуста 45 минут пісіріп аласыздар. Және де сметаннигіміз піскеннен кейін бірден кеспейсіздер, суытып алып кесесіздер, өйткені ортасы ағып кетеді. Салқындаған кезде өзінің формасын ұстайды. Қыздар, осындай дәмді, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.